Желтоқсан айының 22-сі күні белгілі қоғам қайраткері, соғыс және еңбек ардагері, журналист Бейсен Жұмағалиев 90 жасқа толды. Бейсен аға бірнеше жауапты қызметтерді абыроймен атқарды. Соның ішінде облыстық екпінді құрылыс қазіргі Орал өңірі газетінің редакторы болды. Бүгін қаламгер ағаның мерейлі жасына орай Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде дастархан жайылып құрмет көрсетілді. Қаламы қарымды ардагерді туған күнімен құттықтаған аталмыш серіктестіктің бас директоры Жантас Сафуллин оған түрлі түсті плазмалық теледидар тарту етті. Қандай сый-құрметке де, қандай сый-сияпатқа да лайықсыз. Себебі тағдыр сіздің замандастарыңыз талай сынады, отқа да салды, суға да салды. Соның бәрінен сүрінбей өттіңіздер. Оның сынақтың бәрі жеке басты мүдде үшін емес, елдің қамы, отанның қамы. Тілегін түйін деп айта келетін болсам, сіз ел жұрттың, жас ұрпақтың, болашақтың, отанның жалпы ортақ мүддеге қызмет етудің өз басым сізді эталон деп танимын. Осы тілегіме қос редакцияның қызметкерлері, Жайық пресстің ұжымы қосылатынына кәміл сенімдемін. Аман болыңыз, айналаңыз түгел аман болсын.